Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен құрамы көп затты қажет етпейтін, өте оңай, тез дайындалатын шарлотка пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Пирогқа қажетті ингредиенттер бізге жұмыртқа, шекер және ұн, ванильный сахар, разрыхитель және алма қажет болады. Жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, массамыз 2 есе көтеріліп, ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз осылай көпіріп, 2 есеге дейін көтерілу қажет. Келесі үстінен ванильный сахарымызды салып араластырамыз. Ұнымыздың үстінен разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Келесі ұнымызды массамыздың үстінен 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарай араластырамыз. Табамыздың астын кішкене майлап, массамызды құямыз. Ортасынан теңдей етіп бөлінген алмаларымызды бетіне орналастырып, әсемдеп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180-150 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын 1 сағат көлемінде пісіп шықты. Пирогтың бетін осылай қант ұнтағымен әсемдеп шығуға болады. Шарлотка пирогымыздың дәмі өте ерекше дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіз және видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыз. Уақыт бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Таңшолпан.